10 күн ішінде Алматы облысының оқушылары айналасындағылардың барлығына өз алғысын білдіре алады. Ол үшін алғыс айту күнінің негізгі идеясы қандай атты үздік эссе байқауына қатысу шарт. Облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясы ұйымдастырған шараға 8 және 9 сынып оқушылар қатыса алады. Біздің түсіру тобымыз Қонаев қаласындағы оқу ордасының бірінде өткен интеллектуалдық турнир барысын бақылап қайтты. Жәнібек Күмісбек Қонаев қаласындағы орта мектеп гимназиясының 9 сыныбында оқиды. Ол бұл күні адамзат ата-анасы мен достарына, сондай-ақ күнде қасында жүрген жақындарына алғыс айтуы тиіс деп санайды. Жеткіншектің айтуынша, алғыс айту күні ата-бабаларымыздың ерліктерін еске алуға, олардың ерлігі туралы эссе жазуға, патриоттық рухты көтеруге де тамаша мүмкіндік. Бүгін біз алғыс айту күніне орай, алғыс айту күнінің басты идеясы не деген тақырыбынан эссе жазып отырмыз. Бұндай эссені басқа тақырыптарда біз жазамыз, және бұл біздің ойлау қабілетімізді, шығармашылық қабілетімізді дамытады. Бұл алғыс айту күні басқа ұлттардың қазақ халқына деген алғыс білдіру деп білеміз. Оқушылар ойынша ел тәуелсіздігін қалыптастыруға өлшеусіз үлес қосқан ата-баба ерлігін республиканың әр азаматы, оның ішінде мектеп оқушылары да ризашылықпен еске алуы керек. Іс-шара бастамашылары Қазақстан Халқы Ассамблеясы, ішкі саясат пен білім басқармасының, сондай-ақ аудан қала әкімдіктерінің өкілдері атап өткендей, балалар эссе жазу арқылы өз сезімдерін жеткізе алады. Сонымен қатар мұндай іс-шаралар жас ұрпақ бойында ризашылық қабілетін қалыптастыруға ықпал етеді. Алғыс айту мерекесі биыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен биыл алғыс айту мерекесі бүкіл еліміз бойынша ерекше форматта, жаңаша бағытта жүзеге асырылуда. Мынау Алматы облысында осы алғыс айту мерекесін тың бағытта атап өту бойынша арнайы 10 күндік жарияланды. Бұл тарапта біз рахмет саған Қазақстан атты кешенді медиа жоспары қабылдадық. Бұл медиа жоспар осы 20 ақпаннан 1 наурызға дейін бастау болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша эссе байқауының жеңімпаздары 1, 2 және 3 дәрежелі дипломдармен марапатталады. Амина